Баршаңызға сәлем. Ерекше дәмді шығатын донер лаваш түрін үй жағдайында жасаймыз. Керек заттардың бәрін астына жазып қалдырамын. Ең алдымен қызып тұрған майға тауық төсетін турап қуырып аламыз. 5 минуттай қуырылғаннан кейін үстіне паприка, бұрышты сеуіп, соевый соусты құйып қуырамыз. Сосын бетін жауып 10 минутқа, 15 минутқа бұқтырып пісіріп аласыз. Тауықтың еті піскенше. Соус дайындаймыз. Майонез бен кетчупқа шым тұзды салып араластырамыз. Лавашты орауға көшеміз. Егер сіз дүкеннен жасыл түсті лаваш таппайтын болсаңыз, кәдімгі ақ лавашпен жасай берсеңіз болады. Ең алдымен астына піскен тауық етін саламыз. Бетіне картофель фри өз қалауыңыз бойынша пісіріп алсаңыз болады. Болмаса дайынын алсаңыз, болмаса чипсыды қойсаңыз да болады. Одан кейін огурцы, помидор қалауыңыз бойынша көп, аз сала бересіз. Сосын плавленый сыр, бір лавашқа бір плавленый сыр салдым, оны ортасынан бөліп, екіге осылай қойдым. Лавашты осылай орап, қызып тұрған табаға қойып аламыз, қытырлақ болу үшін сырты. Егер сізде сызық түсіретін таба я болмаса грильница болмаса, жай табаға пісіріп ала берсеңіз болады. Менде осындай табаны қыздырып, кішкентай май жағып, лаваштарды салып, үстін бастырып, екі жағына полосканы түсіріп алдым. Өте хрустящий шығады, дәмі де ерекше болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл фастфуд центрдегідей дәмді шығады. Видео ұнаған болса, парақшама жазылып, лайк басып, қолдап кет.